Сәлем, құрметті көрермендер. Сіздермен Жауап Кез каналы. Және де біз бүгін миды дамытатын математика челленджін ойнайтын боламыз. Қиын ба, әлде оңай ма? Өзіңді сынап көр. Бар жоғы 25 сұрақ болады. 40-тан 20-ны алып тастағанда қанша болады? Қалай ойлайсың? Әрине, 20. Ал осы мәселені шешіп көр. 55-тен 15-ті алып тастаса. Дұрыс жауап 40 болады. Ал 5-ті 6-ға көбейткенде қанша болады? Тауып көр. Дұрыс жауап 30 болады. 8 үшін мәселені шешіп көр. Жиырма 4. А бұл жерде 9-ды 9-ға көбейтіп көр. Әрине 81 болады. Ал енді 124-ке 24-ті қосып көр. Дұрыс жауап 148 болады. Ал 250-ге 55-ті қосып көр. Дұрыс жауап 305 болады. Ал 30-ға 22-ні қосқанда қанша болады екен? Елу 456-ны 0-ге көбейткенде қанша болады? 0 болады. 6-ны 7-ге көбейт. Дұрыс жауап 36 болады. Бұл мәселеде 10-ды 6-ға көбейту керексің. Қанша болады? А варианты 60 болады. 4 үшін қанша болады? Тауып көр. Дұрыс жауап 12 болады. Ал 2-ні 12-ге көбейткенде қанша болады? Әрине С варианты 24 болады. 8-ді 8-ге көбейт. Алпыс 4. Бұл жерде 13-ті 3-ке көбейтесің. Әрине 39 болады. 4 көбейту 8-ге. 32. Ал 5 бесім қанша болады? Жиырма 5. 9-ды 2-ге көбейт. Дұрыс 18. 20-ны 60-ға қос. 80. 333-ке 210-ды қосып көр. Дұрыс жауап 543 болады. А бұл жерде 23-ке 23-ті қос. Әрине 46 болады. 6-ны 6-ға көбейтіп көр. Дұрыс 36. 6-ны 9-ға көбейтіп көр. Елу 4.
7 3 қанша болады? Қалай ойлайсың? Жиырма бір. 12-ні 3-ке көбейт. Жарайсың. 36. Видео ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп, колокольчик қосуды ұмытпа. Пікірге қаншаны дұрыс жауап бердің? Жаза кет. Сіздермен болған Мен Жауап Кез каналы. Сау болыңыздар.